Сәлем құрметтім, бүгін мен сіздерге асқабақтан жасалатын тәтті тоқаштың рецебімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін маңызды. Алдымен бізге жылы сүт қажет болады. Жылы сүтке дрожж, разрыхитель, шекерімізді қосып, жақсылап араластырамыз, біркелкі етіп. Келесіде бір жұмыртқамызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Жеуге жарамды кез келген май жарай береді. 2 ас қасық қосасыз. Ұнды 400 грамм ұн кетеді. Ұнымызды біртіндеп қоса отырып, қамыр илеп шығаратын боламыз. Міне осындай қамыр болады. Бұны біз 1 сағат, 1,5 сағатқа көтерілгенше бетін жауып, жылы жерге орап қоямыз. Оған дейін арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Мен асқабақтан жасадым. Асқабағымызды үккіштен өткізіп, дәміне қарай тұз, бұрыш қостым. Жақсылап араластырып аласыздар. Егер де қоспасын өзгертем десеңіз, салмасын өзгертем десеңіз, өзіңіз қалай не ұнатасыз, соған қарай ауыстыра бересіздер. Міне біздің қамыр дайын. Ұнның көмегімен қамырымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Достар, осы қоспамен жасайтын болсаңыздар 4 бөлік шығады. Оны бетін жауып 15 минутқа қоятын боламыз көтерілгенше. Міне қамырымыз дайын, көтеріліп болды. Оны жайып шығамыз осылайынан, екі жағына ұн себе отырып, домалақ етіп қамырымызды жайып шығамыз. Қатты жұқа болмау керек қамырымыз. Орташа 1-2 мм болады. Ортасын осылай тесіп аламыз. Жан жағына салмамызды салып шығатын боламыз. Осылай 4 жағынан бүге отырып, қамырымызды домалақ етіп формаға келтіреміз. Салмасын салып болғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Жұмыртқа жақ болған екен, қаласаңыз мак, күнжіт себуге болады. Егер ұнатпасаңыз, себу міндетті емес. Міне осымен асқабақты тоқашымыз дайын, өте жұмсақ, өте тәтті әрі дәмді болады. Жасап көріңіз, отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сау болыңыз. Алла сізге разы болсын.